мәртебелі оқушылар, қашықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы химиялық реакциялардың типтері. Бүгінгі сабақта қосылу реакциясы, орын басу реакциясы, алмасу реакциясы және айырылу реакциясы туралы оқып үйренетін боласыздар. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен сабағымызды қайталап өтсек. Өткен сабақта химиялық теңдеу, химиялық реакцияларды формулаларымен және математикалық таңбаларымен шартты түрде жазу екенін білген болатынбыз. Және де реакцияға қатысатын бастапқы заттарды реагенттер деп, ал реакция соңында түзілетін заттарды өнімдер деп атайтынын білген болатынбыз. Химиялық реакция теңдеулерін құрастырған кезде бірде-бір атом жоғалып кетпейтінін және жоқтан пайда болмайтынын әрқашанда есте сақтауымыз керек екенін білеміз. Және де осы реакция теңдеуін құрастырған кезде зат массасының сақталу заңын естен шығармауымыз керек. Ендеше бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы балалар химиялық реакциялардың типтері. Бастапқы жай түзілетін заттардың саны мен құрамы бойынша химиялық реакциялардың 4 типі бар. Олар қосылу реакциясы, айырылу реакциясы, орын басу реакциясы және алмасу реакциясы. Ендеше әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, қосылу реакциясы дегеніміз балалар, екі немесе одан да көп заттардың бір күрделі заттардың түзе жүру реакцияны қосылу реакциясы деп атаймыз. Қосылу реакциясының белгісін шартты түрде әріптермен және де графикалық фигуралармен көрсетіп қойдым. А және Б нәтижесінде түзілетін АБ бұл жай заттарда түзілетін қосылу реакциясы. Ал төменгі жақта көрсетіп тұрған АБ қосылған СД түзіледі АБСД жаңа күрделі зат, бұл күрделі заттарда жүретін реакция теңдеуі болып табылады. Ендеше балалар тәжірибеге назар аударсақ. Қарапайым мысты алып, оттегінде жағатын болсақ, байқағандарыңыздай мыстың түсі өзгереді. Мыстың түсі қара түске айналады. Қара түсті мыс оксидін түзілгенін дәлелдейді. Тәжірибеде байқағандарыңыздай мысты оттегімен әрекеттестірген кезде нәтижесінде мыс оксиді қара түсті мыс оксид түзілгенін байқадыңыздар. Бұл дегеніміз екі жай заттың әрекеттесіп бір күрделі заттың түзілгенін дәлелдейді. Және де күрделі заттар арасында мысалға калий оксидін сумен әрекеттестірген кезде нәтижесінде калий гидроксиді түзілетінін байқауға болады. Ендеше келесі реакция типі ол орын басу. Орын басу реакциясы дегеніміз жай және күрделі заттар әрекеттесіп, жай зат атомдары күрделі зат құрамындағы бір элементтің орнын басу, осы орын басу реакциясы деп аталады. Оны схема түрінде байқасаңыздар, АБ заты С мен әрекеттескен кезде нәтижесінде АС және Б заты түзіледі. Көкшіл түсті купрум сульфатына темір шегенін батыратын болса, орын басу реакциясы жүреді. Бұл жерде нәтижесінде феррумның темірдің сульфаты және де купрум ығысып шығады. Оны шегенің түсінің өзгеруінен байқауға болады. Тәжірибеден байқағандарыңыздай балалар, купрум сульфатына темір шегенін батырған кезде нәтижесінде темірдің сульфаты және де мыс бөлініп шықты. Бұл реакция теңдеуі орын басу реакция деп аталады. Келесі алмасу реакциясы. Алмасу реакциясы дегеніміз екі күрделі заттың құрам бөліктері алмасу арқылы жүретін реакция алмасу реакциясы деп аталады. Оны біз АБ қосылған СД өрнегінде көрсететін болсақ, нәтижесінде жаңа АС және БД түзіледі. Бұны тәжірибе жүзінде көрейік. Екі күрделі зат натрий гидроксиді және мыс сульфаты. Мыс сульфатына натрий гидроксидін қосатын болсақ, балалар, мыс гидроксидінің түзілгенін байқауға болады. Бұл тұнба болып табылады. Тәжірибеде байқағандарыңыздай, натрий гидроксидіне купрум сульфатын қосқан кезде нәтижесінде натрийдің сульфаты және де купрум гидроксиді тұнбаға түседі екен.
Және де алмасу реакциясы кезінде балалар қышқыл мен негіз әрекеттесіп, нәтижесінде су мен тұз түзіледі. Бұл реакцияны бейтараптану реакциясы деп атайды. Келесі химиялық реакция типтерінің бірі айырылу реакциясы. Айырылу реакциясы дегеніміз бір күрделі заттан айырылып, нәтижесінде бірнеше жай немесе күрделі заттардың түзілу реакциясы айырылу реакциясы деп аталады. Айырылу реакциясы температура қатысында жүреді. Ендеше тәжірибеге назар аударса. Түзілген тұнбамыз купрум гидроксидін оттегінде қыздыратын болсақ, нәтижесінде балалар айырылу реакциясы жүзеге асады. Бастапқыда пробирканы толығымен қыздырамыз. Байқасаңыздар, судың және де қара түсті купрум оксидінің қалғанын байқауға болады. Тәжірибеде байқағандарыңыздай балалар, купрум гидроксидін температурада қыздырған кезде нәтижесінде купрум оксиді, қара түсті купрум оксиді және де су түзілді. Ендеше бүгінгі жаңа сабағымызды бекітетін болсақ, тапсырма: бастапқы және түзілген заттардың саны мен құрамы бойынша реакция типтерін жіктеңіздер. 4 реакция типін ажырату керек. Ендеше уақыт. Ендеше балалар, өздеріңіздің жауаптарыңызды менің жауабыммен салыстырып көріңіздер. Бірінші реакция типі ол қосылу реакциясы. Екінші реакция типі бұл айырылу реакциясы. Үшінші реакция типі қосылу реакциясына жатады екен. Төртінші реакция типі алмасу реакциясына жатады. Бесінші реакция типі айырылу реакциясына, және де соңғы алтыншы реакция типі орын басу реакциясына жатады. Осымен балалар, жаңа сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын. Оқу тапсырмасы оқулықтағы 32-ші бетті ашып, параграф 9-ды оқыңыздар.